Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламасы. Анар ханым бұл жолы редакторымыз қызық тақырыпты ұсынған екен. Боғауыз сөздер. Қазақ ауыз әдебиетімен бұл сонау көне заманнан келе жатқанын жоққа шығармаймыз. Бұл боғауыз сөздерге арнап кітаптар да шығарылған. Бір кездері базардан байқап қалғаным бар. Қызық көріп ашып оқып қарадым. Бәрі анық жазылып тұр. Сондықтан осы боғауыз сөздер жайлы ғылыми түрде түсіндіріп берсеңіз. Бұл мәселе барлық тілде көтеріліп жүр. Қазіргі кейінгі кезде тіпті мынау интернет кеңістігінде осы мәселеге қатысты орыс тілінің кеңістігінде де айтылады осы боғауыз сөзді. Біреулер тіпті бұл психологиялық адамның бір күйзеліс жағдайында тұрған кезде осы сөздерді айтса, ол кішкене жеңілдеп қалғандай болады деп, оның тіпті оған бір ерекше функциялар да жүктеп жүр. Бірақ біздер мысалы тіл танушылар, мәдениет танушылар қашанда осы сөздерді қолданысын, ешқандай олардың қолданысынан біздер функция көрмейміз. Бәлкім ондай функциялар болуы мүмкін, дегенмен де психологиялық бір... Дегенмен де адамға әсер болады ғой психология. Психологиялық жағдайды жеңілдетудің боғауыз сөзден басқа да формалары бар екенін айтқымыз келеді. Енді біздің тыңдармандарымыз тіл үйренушілер болғандықтан, ол кісілерге айтатынымыз бір қызығы, жаман нәрсеге кез келген адам әуес болады. Мен қанша тіл үйренушіні көрдім, қазақтың боғауыз сөзінен ең кем дегенде біреу екеу болса да біледі олар. Өйткені жаман нәрсеге адам өзі бір түрлі қызық құмар болып, соны білгісі келіп тұрады-ау деймін. Рас айтасыз, тіпті кішкентай балалардың өзі тілі шықпай жатып, кейде ауылды жерлерде жақсы сөздерге қарағанда боғауыз сөз тез жаттап алады. Дұрыс айтасыз, тағы бір мысал келтіре кетейін. Менің балам бар, кішкентай. Ол бала үйір болып тұрады жаңағындай сөз. Балабақшадан жаңағы естіп алатын болу керек жаңағындай сөздерді. Ол біледі менің тиым салатынымды ондай сөздер айтуға, таяқ жейтінін біледі. Сондықтан дейді, әке, осындай сөзді айтуға болмайды ғой дейді. Не деймін мен енді? Я, айтуға болмайды десем, қайта айналып келіп сұрайды. Содан күлемді, қойшы деймін. Бәрібір айтып тынады дейсіз ғой. Айтып тынады, бәрібір де айтып тұр. Болмайды ғой деп қояды, өзін ақтап тұр. Бала психологиясы тұрғысынан боғауыз сөзге деген құмарлықты түсіндіруге болады. Оның себептері басқа. Ол енді күнделікті оның айналасында дыбысталып жатқан сөздердің ішінде ондай сөздер жоқ қой. Ол бір сирек естіліп қалатын сөздер болғасын, өзі кез келген бір тектіліктің ішінен ерекше болып көрінген нәрсе адам назарында тез қалады. Сол сияқты ол бала боғауыз сөз және тыйым салынған нәрсе. Тыйым салынған нәрсеге адамның ұмтылысы шексіз. Сондықтан баладан психологиясындағы оның себебін түсіндіру оңай. Ал енді үлкен кісілер оның боғауыз сөз екенін біле тұрып қолдануды біздер мысалы оған біз ерекше бір функция тиеліп, осы дұрыс деп біздер тілтанушылар айта алмаймыз. Қанша дегенмен боғауыздың аты боғауыз. Әрине ол біздің лексикалық қорымыздың әйтеуір бір элементтері. Ол енді сөз бар, жасалды, болды, бар болған соң ол біздің лексикалық қордағы жүрген бір сөздер. Оларды мүлдем сөз емес деп айтуға болмайды. Дегенмен де, мысалы, боғауыз сөзді ойланып көрейікші, қай кезде қолданатыныңызды. Біздер, мысалы, тілтанушы, енді мен барлық тілтанушылар туралы жауап бере алмаймын, бірақ өзімнің ойымша, боғауыз сөзді қолданған кезде адам оны бір мақсатпен қолданады. Өзіңіз алдағы бағдарламадан да тыңдармандарымыз да байқап отыр, өзі сөз әрқашанда бір мақсатпен айтылады. Сонда боғауыз сөзді айтудағы сіздің мақсатыңыз ол не? Сіздің ашуланып тұрғаныңызды көрсету. Сіздің ол іске ашуланып тұрғаныңызды көрсету. Қарсылық таныту. Қарсылық таныту. Немесе сіз өзіңізді ұстай алмағаныңыз соншалық бейәдеп әрекетке барып тұрғаныңызды бәрібір де сіз сыртқа шығару арқылы көрсетіп тұрсыз. Енді сіз осы қатты ашуланып тұрғаныңызды, ана кісіге осы ренішіңізді білдіріп тұрғаныңызды боғауыз сөзден басқа да сөздермен жеткізуге болады ғой. Қазақта сүйектен өтетін сол жаңағы сіздің ашуыңызды боғауыз сөзден де 100 есе күшті қылып жеткізетін сөздер бар. Мысалы, небір қарғыстың түрлері бар. Енді Құдай қарғыс айтудан сақтасын дегенмен де деймін ғой. Сондықтан енді бұл жерде біз айта алмаймыз. Тіпті қарғамай-ақ та, тіпті жылы сөзбен де, тіпті интонациямен де, күліп мысқылдап та, шағып алып та сіздің осы жай күйіңізден хабардар етудің жолдары жетіп артылады. Бірақ соған қарамастан енді боғауыз сөздерді бізде қолданады. Енді бір
қолданатындардың екінші типі олар мәдениеті төмен адамдар. Мені бір сұрақ қызықтырады. Осы бейәдеп сөздер, боғауыз сөздердің бір ғылыми талдамасы жасалынған ба? Түп негізі неден шыққан, қандай мағына береді? Қазір енді былай атын атап түстемей ақ қояйық, жалпы я жоқ деген. Жасалған деп, толық жасалған деп айта алмаймын, бірақ бізде осындай біздің мынау мәдени кеңістігімізде Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың қазақтың бейпіл сөздері деген кітабы шыққан, жарық көрген. Оны осы боғауыз сөзге қатысты әңгіме қозғалса, тек сол кісінің осы кітабын айтып кетеді. Ол бір жерден шықты ғой, әйтеуір бір түп негізі бар, бірдеңеге сүйеніп ойлап табылған сөз ғой. Иә. Оның енді бәрінің де түбірлері бар, бәрінің де мағыналары бар ол сөздердің. Бірақ бұлар біздер мысалы сөз мәдениеті тұрғысынан қарасаңыз, ол сол сөзді қолданып тұрған адамның өте тіл мәдениеті төмен екенінің, тілдік ортасының сондай саяздығын, яғни оның күнделікті естіп үйреніп қалған сөздері екен. Демек ол адам оны қолданған кезде бұл сөздің дөрекі екеніне онша назар аудармайды, өйткені күнде естіген. Сондай тілдік тұлғалардың бұл тұлғасын көрсететін қолданыстар. Ал екінші бір қолданыстың себебін жаңа айттық, ол адамның өзінің аффект жағдаятына түскен кезде, аффектілік, психологиялық аффекті жағдайға келгенде өзіне қойылған шектеулер, барьерлердің бәрін алып тастап, осындай жаңағы тыйым салынған әрекетке барғаны содан хабар береді. Боғауыз сөздерге жалпы көп үйір болмаса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Хабарымызды қорытындылай кетсек, біздің тыңдармандарымыздың ойында жүретін нәрсе екен. Бір ғана толықтырып кеттім келеді, Самат, мысалы. Сол боғауыз сөздің орнына көргенсіз деген бір ауыз сөз айтса егереки. Мысалы, бір ашу тудырған кезде боғауыз сөз айтқан адамға, сол адамға қарата көргенсіз десе, қазақ мәдениетін білетін адам үшін одан артық ауыр сөз жоқ. Көргенсіз дегеннен артық ауыр сөз жоқ. Тыңдармандардың құлағына алтын сырға, көргенсіз деген сөзді жаттап алыңыздар. Осыны қолданыңыздар. Дәл осындай бір тағы бір сөз бар. Біздің академик Рабиға Сыздықова апайымыз айтады, ей кәпір атанбайын деп. Ей кәпір деп атанғаннан Құдай сақтасын дейді. Сондықтан осы ей кәпір, көргенсіз деген сияқты сөздердің салмағы өте ауыр. Ондай сөзді Құдай естіртпей ақ қойсын бізге. Дұрыс. Ойда жүретін нәрсе екен. Көп рахмет сізге. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.